Өз сырыңды айтып қою ақымақтық. Сылқиып ішіп алған адам сырда сақтамайды, уәдесін де орындамайды. Мұратыңа жеткенше дос-дұшпанға сыр берме. Сырыңды ешкімге алдыртпа. Екі елі аузына сыймаған сөз өзгенің 32 тісінің арасына тіптен сыймайды. Тәрбие тәртіптің құлы, тәртіпті елдің құлы. Балаңды 5-ке дейін патшаңдай сыйла, 15-ке дейін құлыңдай жұмса, 15-тен асса жан досыңдай құрметте. Үлкен иманды болса, кіші ибалы болады. Қостың кішісі болғанша иттің күшігі бол. Істегенің маған жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы. Әдеп бастауы тәрбие. Жақсыға құрмет, жас жаранға міндет. Қанаттыға қақтырма, тұмсықтыға шоқтырма. Улы ырымға, қызы қырымға. Қарағайға қарай тал өсер, қатарына қарай бал өсер. Таршылық адамды шынықтырады. Баршылық адамгершілікті ұмыттырады. Таршылық болмай кеңшілік болмайды. Ана алдында құрмет, ата алдында қызмет. Жасы кіші ініні, ақылы ассы аға тұт. Жасы үлкен ағаны жақсы сыйлап жаға тұт. Ақылдан жақсы дос бар ма, ашудан жаман қас бар ма, 25-тен артық жас бар ма, қымыздан дәмді ас бар ма. Тікенде гүлін қорғайды, екі аяқ бір етікке сыймайды. Өткендерін ескерген өскендіктің белгісі, өткендерін ұмытқан өшкендіктің белгісі. Жақсының үлгісі жанып тұрған шамдай, шешенің сөзі ағып тұрған балдай. Кетпенің басын бассаң, сабы өзіңе тиеді. Әр елден келін келер, әр түрлі ырым келер. Қызды асырай алмаған күң етер, ұлды асырай алмаған құл етер. Қабағанға қаптырма, тебегенге тептірме. Үлкеннің әмірі уәжіп. Қазаннан қара нәрсе жоқ, ассаң қарын тойдырар. Қардан әппақ нәрсе жоқ, ұстасаң қолды тоңдырар. Өзі жығылған өкінбес. Елгезек екі айтқызбайды. Ауру қалса да әдет қалмайды. Ескі киімді баптағаның, жаңа киімді сақтағаның. Бір елі ауызға екі елі қақпақ. Сұрағаннан берген артық, шүкіршілік қылғанның ырысы артық. Біреу білмегенді біреу біледі. Біреу жылайтынға біреу күледі. 5 саусақ бірдей емес. Ағадан қалғанды іні киіп өседі. Ападан қалғанды сіңілі киіп өседі. Көрмегендерін ойына түйіп өседі. Өз білмегеніңді кісіден сұра. Үлкен болмаса кішіден сұра. Отының болмаса көршіден сұра. Өзің білмесең кісіден сұра. Көп жасаған білмейді, көп көрген біледі. Сыпырғышың жаман болса, чаңға өкпелеме. Қатаң болсаң қашады, босаң аяққа басады. Бұрынғының адамынан ақыл сұра, бұрын қонғаннан қоныс сұра. Тазалық иманның жартысы. Өмірдің сұрауы қатты. Тек жүрсең тоқ жүресің. Бір адамға қадірің жүрмесе, екі адамға күлкі боласың. Үйден ұзап шықсаң, қатыныңа қадірің артады. Ауылдан ұзап шықсаң, жақыныңа қадірің артады. Өз қадірін білмеген, қадірлінің қадірін білмес. Әдептілік, әдемілік. Әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал артық.
әдепсіз аяқ боқпасар, әдеп әдет емес, жөн әдет. Бала тәрбиесі бесіктен. Қар қылаумен өседі, бала сылаумен өседі. Таяқтау оңай, тәрбиелеу қиын. Тұңғышыңды дұрыс үйретсең, соңғылары өздері үйренеді. Алдыңғы арбаның доңғалағы қайда жүрсе, соңғы арбаның доңғалағы сонда жүреді. Ағадан ақыл, атадан нақыл. Балаға өз тіліңмен сөйлеме, өз тілімен сөйле. Балапан ұядан не көрсе, шұқанда соны іледі. Тәрбиелі адам тағалаған атпен тең. Көш жүре түзелер. Жақсы идеяны ойлап тауып, оны іске асырмағаннан артық қылмыс жоқ. Егер жаңа ынталар пайда болмаса, жаңа идеялар да болмайды. Адам неғұрлым идеялық жағынан білімді болса, соғұрлым өзі ісіне табанды да мығым болмақ. Отбасылық өмір екі жастың басына көп міндеттер мен парыздар жүктейді. Әр адам соған дайын болғаннан кейін үйлену туралы шешімге келгені дұрыс. Отбасы тірлігіндегі ең мәнді тетік махаббат. Отбасылық өмірде ірі зілзаладан аман қалу, ұсақ түйек кикілжіңнен әлде қайда оңай. Жұбайлар бір-бірінің мінезін зерттеп білмей, некенің бақытты болуы екі талай. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәрте ел алдаса да өзіңді. Білім жолына түскен жан, күнделікті күйбең тіршілікті ойламауы керек. Тіршілік ғұмыр белгісі, алыс тартыс арбау әдіс. Бір қалыпты тіршілікке үйреніп қалған адам, ауық-ауық ой-санасын қалдықтардан тазалап отыруы керек. Тіршіліктің ішкі-сыртқы жағдайларын жақсартуға талпыну адам баласына тән нәрсе. Сын ауыр болса, кемшіліктерден арыласың, сын әділ болса, ауруыңнан арыласың. Ат жақсысы ұзақ жолда сыналады, адам жақсысы ұзақ істе сыналады. Сынақ бұл біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Олардың өздерін бұзып, олардан өтіп күшейе түсу маңызды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қазақ тілді арнаны қолдап тіркелек етіңіздер. Қолдауларыңызға мың алғыс.